Құрметті қалайық, ассалаумағалейкум. Шындығы сол, өздеріңіз білесіздер, мен тарихи деректерді өз жадымнан шығармаймын, құрастырмаймын. Мен сіздерге тек қана кітаптың беттерін көрсетемін, және орта ғасырлық кітаптардың, сонымен қатар 19-20 ғасырдағы кітаптардың және соның мазмұндарын біріктіре отырып сіздерге әңгімелеп беремін. Көбін өздеріңіз талқыларыңызға ғана ұсынамын. Кітапты өздеріңіз білесіздер. Алдыңғы күні мысал үшін Батухан Мәскеуге мешіт салған. Ол мешіт бертін келе Алтын Орда құлағаннан кейін орыстар оны шіркеу еткендігін, ол шіркеудің біреуі Успенский, екінші Архангельский шіркеу екендігін айтып, оның жазған ағылшын епископ екенін және оның жазған кітаптардың беттерін көрсетіп, ол дерек негізінде Айбек Жүрменхамбет деген жігіт тапқан. Одан кейін екінші күні мен сіздерге нені көрсеттім? Парсы жазбасын көрсеттім. Онда да кітаптың бетін, авторын, жылын, түгелін көрсеттім. Онда Батухан құпия түрде ислам дінін қабылдаған деген факт бар болатын. Онда осы екі дерекке көпшілік адамдар, мен байқағаным, жатта кеп айтқан кезде ертоқым бауырын алып мөңкіпті. Енді қазіргі мен дерегім тағы бір көрсететін дерек. Үшінші факт, сіздердің өкініштеріңізге орай Батухан расымен шын мұсылман болған секілді. Себебі бүгін Айбек Жүрменхамбет деген азамат 16 ғасырда жазылған бір керемет факт тауыпты. Оны жазған Альберт Кампензе деген голландық, Италияда ғұмыр кешкен, Рим папасына, Рим папасы Климент жетіншіге хат жазған кезде, Рим папасы Климент 1478-1534 жылдар ортасында өмір сүрген. Соған хат жазған кезде ол жаңағы Альберт Кампензе Батуханның мұсылман болғандығын, ал оның мұсылман екендігін сарациндер айтатындығын жазыпты. Ал сарациндар деген ол Бәдәуи тайпасының бір бөлігі, яғни Бәдәуи халықтарға көшіп қонып жүретін арабтардың. Солардың бір бөлігі, олар Сирияның шекарасын көшіп қонып жүрген. Тағдыр кітаптың беттерін бәріне қоямын, өздеріңіз көресіздер, оқисыздар, қарап оқып отырыңыздар еместе міне. Ол жаңағы ағылшынша нұсқасында, сонымен қатар орысша нұсқасында ұсынамын. Орысша нұсқасы 1836 жылы Семенов Владимир деген аударған екен. Сол неде жаңағы жазбасында өздеріңіз көріп тұрсыздар, Батухан мұсылман болған деп жазылып тұр. Және христиандар Батухан мұсылман болғанына өкініш білдіріп қойған. Бізде Мұхаммед секілді пайғамбар болған кезде деп. Енді айтқан кезде ол кезде де конкуренция болғанда, мысалы үшін ол кезде екі дін үстін болды бүкіл әлемде, христиан және ислам діні. Ал басқа халықтарға ол дұрыс тарамай жатты, әсіресе орталық Азия, Ресей жеріне, Қытай жаққа. Сол кезде діні әлсіз, яғни олардың уағызына шыдас бермейтін халықтардың басын айналдырып алу үшін христиан әлемі мен ислам әлемі неге түскен, додаға түскен. Сонда өкініш білдіріп тұрғанын қарасаңызшы, бұл біз бірінші бар, біз басын қатырсақ, ол христиан болып бітетін еді деп. Ал енді мен сіздерге мынандай бір нәрсе айтайын, успокоить ететін. Шындығында біздің бабалар тәңірші дейміз ғой, енді қазіргі күні олар өздерін тәңірші де санамаған, әйтеуір көк аспанға табынған, олар шындықты құдай санаған. Соны біліңіздер. Бүкіл әлемді әділдікпен алған, бүкіл әлемді айтқан кезде кез келген мемлекеттің әділетсіздігін өздерінің заңымен шешіп беріп, соның билігіне тағын отырған ғой әр кезде. Сонда олардың құдайы шындық болған. Өйткені Шыңғыс ханның байрағы ақ болған, ақ деген ол ақиқаттың белгісі. Ал олар басқа елдерге келген кезде сол елдердің тілін табу үшін олар сол елдің дінін қабылдай салған. Мен өзім солай ойлаймын, өйткені өздеріңіз білесіздер, ол күшлік ханнан басталған. Мына Шыңғыс ханмен шайқасар алдында күшлік хан енді өзінің тәңір болып жүреді, тәңір құдайына сеніп жүреді, көк аспанға. Содан кейін
бір уақыт келген кезде оған көмек керек болады да жаңағы Нестерия христиандарға барып ұсыныс тастап, сол христиан болады. Одан кейін барады да анау қайнатасы мұсылман болады, Қытай деген жерге шегініп келген кезде, мына Алматы жерінде. Сонда қайнатасы мұсылман болған кезде оның қызына үйлену үшін ислам дінін қабыл еткішілік. Одан кейін атасымен араз болмай тұрып, христиандарға барып та христианын қайтадан қабылдайды. Сосын атасы ұрысады, оған екеуі қырылысып қалса, сосын атасын өлтіріп орнына отырып алады. Жаңағы күшлік. Соны қарап тұрсаңыздар, ол билеуші ғана болған секілді. Сонымен қатар мына Кетбұға батыр қайда, әйгілі, ол христиан болған, католик христиан болған. Адамнан кісі нәрсе. Ал оның сол өтірік католик христиан бола салғандығын тілге тиек етіп, оны христиан ету мақсатында мына орыстардың Лев Гумилев деген ғылымы қайда, последний паладин христианского мира деген еңбек жазады, толық зерттейді. Енді Кетбұғаның жаңағы шайқасын барлығын зерттейді. Бірден бір керемет зерттеген кісі сол. Сол неменені деректе интернеттен тауып оқыңыздар, бар. Кетбұға негізінде жай батыр болмаған, ол ғаламат батыр болған. Жаңағы 12 мың әскермен сол жерде жаңа тәртіп сақтаушылық қалады. Хулагу болса, өгедей қаған қайтыс болған кезде 190 мың әскермен мына Алтайға қарай кетеді. Ана жерде 12 мың әскермен қалады. Содан ол тәртіп бақылап отырған кезде, ол ана рыцарьлар қайда, христиан католик рыцарьлар, солардың тілін тауып үшін ол сол жерде христиан болып алған. Содан не керек? Жаңағы рыцарьлар оңбаған болғанда, подлец болғанда, олар барғанда бір ауыл тонаған. Жаңағы Шыңғысханның жазған яссысына қарсы шыққан, енді қылмыс жасап тұр. Сосын кейін оны түсінбейді ғой, Кетбұғаның інісі, баласы. Баласы. Сол барады да анаған қой дейді, аналарға рыцарьларға. Сосын рыцарьлар оны өлтіріп тастайды. Әлде немере інісінің баласы ма, сонда бір жақын туыс. Сосын кейін Кетбұға далданып, жаңағы рыцарьларды қырып тастау үшін артына қуат 12 мың әскермен. Сосын кейін олар бір қалаға кіреді, есімде шығып кетті, қаланың аты қандай екен, бір қамал қала, теңіздің жағасында, соған кіреді. Содан қамалды қиратып ішіне кіріп отырып, рыцарьларды қарады жаңағы Кетбұға. Аналар жасы қашып құтылады әйтеуір рыцарьлардан. Содан шаршап қалған әскер, 12 мың әскер кері қайтып келе жатқан кезде, олардың шаршаған тосып отыр ғой, ана рыцарьлармен шайқасқан арабтар, қалауын басқарған арабтар, бейбарыс емес. Сосын олар бері қарай 80 мың әскермен шығады екен. Бұл 80 мың әскер дегенді Гумилев жазып отыр. 80 мың әскермен шығады. Содан бұны естіген жаңағы Кетбұға ода форсировать етеді. 4 күнде жетеді шайқасатын жерге. Аттар шашыған, әскерлері шайқасқан, рыцарьлармен шайқасып келіп тұрған 5 күн ғана бұрын. Содан соғысқа кіреді. Соғысқа кірген кезде ана кісі тамаша жазады. Бір соғыс өтеді. Кімдермен? Жаңағы арабтармен. Артқа шегініп кетеді. Арабтарды санайды дейді. Бізде қанша өлді, аналарда қанша өлді деп арабтар қарайды дейді. Өздерін 2-3 мың жабылып түскенде, мыналардан 30-40 шақты, өте аз. Олар шошып кетеді. Сосын қайдан шайқасады. 3 күн шайқасады. 3 күн шайқасқан кезде жаңағы 80 мың әскердің 35 мың қырып жібереді. 12 мың әскермен. Үшеуі рыцарьлармен соғысып келіп тұр. Сонда бір аптаның ішінде 2 үлкен соғыс, соның екінші соғысын олар ерлікпен шайқасып тұрды, жаңағы Кетбұғаның әскері. Айтпақта осы жерде айта кету керек. Кетбұғаның қол астында болған әскердің 3 мың грузин дейді. Сосын кейін біразы, жаңа жартысы Найман батырлар дейді, жаңа Найман ұлысының руы емес. Содан кейін Кетбұғаның өзінің адамдары болу керек. Содан кейін кімдер? Жалайырлар. Жаңағы 4 мың ба 5 мың жалайыр болған. И осы 3 немене бірігіп, соны шайқасып жүрді. Жаңа ал тәсілдің бәрін қолданып жүрген Кетбұға соғыс шайқасын. Ол керемет ғұлама адам болған соғыстың. Ол Шыңғысханның бірінші кеңесшілерінің бірі болған. Ол Шыңғысхан көзін көргендіктен Кетбұғаны Хулагу бәрі қатты құрметтеген. Ол 80 жастағы қарт адам болады, 82 жастағы. Соны бүкіл осылай зерттеп тұрып жазған ғой жаңағы орыстар. Өйткені ол христиан дінін ала салғанда өтір, жаңағы рыцарьлардың тілін табу үшін оңбаған. Бірақ олар сатып кетіп тұрғанда бір қарсы шығыпты. Енді соны айтайын деген, мына масон деген бәле, қателеспесем 14-15 ғасырда шыққан. Масонның негізі қағидаты қандай? Олар бүкіл дүние жүзі бойынша керемет тараған діннің басын үшеуін біріктіріп, соның 3 керемет, жаңа 3 халықтың керемет адамдарын таңдап алып, немесе сол 3 кітаптың
мазмұнын толық түсініп әлемді басқару идеясын жасап шыққандар. Көрдіңіздер, ал оның бәрі қайдан алып тұр депсіз. Менің ойымша осы Шыңғыс ханның ұрпақтарының іс-әрекетін зерттеп соны алған. Және бүкіл Тартария идеясын алған да олар. Сосын бүкіл дүниесін басып алған. Ешқандай да бір үлкен ірі әлемдік билік ол өз астынан, аяқ астынан бір жерден өсіп шықпайды, ол бір жерден алынады. Сол идеяның барлығын жаңағы Тартария немесе татар дейді, немесе жаңағы Түркістан, түркі жұрты дейді, содан алып отырды. Бүкіл дүниенің барлығы негізінде 2000 жыл бойы, мен сіздерге айтқам алдында 17 ғасырға дейін түркі баласына тиесілі болған. Тіпті жердің арғы беті Америка, солтүстік Америка, оңтүстік Америка құрлығы барлығы түркі баласының есімде болған, билігінде болған. Видеоны бөлісіп отырыңыздар. Өте қызықты видео деп ойлаймын сіздерге. Бұл видеоларды еш жерде көрсетпейді, шынын айту керек.